Сәлеметсіздер ме? Дарында балаларға талант ұстаз педагогикалық олимпиадасы, соның ішінде екінші тур бойынша болашақ мектеп атты жобамды сіздерге ұсынамын. Жобамның мақсаты өзін-өзі тану және тәрбие, оқушылардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына, өзін-өзі тануын және тәрбиеленуіне жағдай жасау. Мамандық таңдау, болашақ мамандықты саналы түрде таңдауға көмектесуге және дұрыс шешім қабылдауға бағыттау. Болашаққа бағытталған білім, заманауи талаптарға сай, болашаққа бағытталған білім беру жүйесін құру. Жобаның міндеттері: өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын дамыту, танымдық белсенділікті арттыру, кәсіби даму қабілетін қалыптастыру, ой-өрісін кеңейту. Бұл міндеттер оқушылардың жеке әлеуетін толық ашуға, өмірлік маңызды дағдыларын меңгеруге және қоғамдағы өз орнын табуға көмектеседі. Менің жобамның негізгі бөлімдері: кәсіп таңдау, мүмкіндіктерді зерттеу және салыстыру, кәсібіне тереңену, дағдыларды меңгеріп, тәжірибе жасау, өзін-өзі тану, қабілеттер мен құндылықтарды ашу, жетістік пен даму, мақсатқа жету, үздіксіз дамуға ұмтылу. Жоба 4 негізгі кезеңнен тұрады. Олар оқушылардың өзін-өзі танудан бастап, кәсіби жетістікке жетуге дейін жолын қамтиды. Менің жобамның «Мен қандаймын» бөлімінде, бұл бөлімде оқушылар өздерінің жеке қасиеттерін, қабілеттерін және икемділіктерін теңірек таниды. Оқушылардың қабілеттері мен икемділіктерін анықтауға арналған тесттер жүргізіледі. Өзін-өзі бағалау және өзін-өзі тану тренингтері кемшіліктерді түзетуге және күшті жақтарын дамытуға бағытталған жұмыстар жүргізіледі. Менің жобамның келесі бөлімі «Мен мамандықтар әлеміндемін». Бұл бөлімде кім болам саяхатты мамандықтар әлеміне саяхат жасау, әртүрлі кәсіптердің ерекшеліктерімен танысу. Мамандықтар классификациясы. Климовтың классификациясы бойынша мамандықтар түрлерін зерттейді. Адам, табиғат және тағы басқалары. Іскерлік ойындар мен кездесулер, тәжірибелі мамандармен кездесулер, іскерлік ойындар арқылы мамандықтардың қыр-сырын меңгеру жүреді. Келесі бөлім «Мен таңдаған мамандық» бөлімі. Бұл кезеңде оқушы таңдаған мамандығын тереңірек зерттеп, оның барлық аспектілерін талдайды. Таңдаған мамандықтың қызықты және қиын жақтарын зерттеу, оқушының мамандыққа деген ішкі мотивациясы мен икемділігін анықтау. Мамандық таңдауда жан-жақты ақпарат беріп, бағыт-бағдар беру. Келесі бөлім «Менің жетістігім» бөлімі. Білім алу мүмкіндіктері, таңдаған мамандық бойынша жоғары оқу орындары мен колледждерді зерттеу, өзін-өзін дамыту, кәсіби дамуға арналған қосымша курстар, тренингтер және тәжірибе жинақтау жолдары. Мақсат қою, болашақта нақты мақсаттар қою және оларға жету стратегиясын құру. Менің жобамнан күтілетін нәтижелер: болашақ мектеп жобасының іске асуы нәтижесінде оқушылар келесі дағдыларды меңгереді. Өзін-өзін бағалау және талдау, өз мүмкіндіктерін объективті бағалай білу қабілеті, қызығушылық пен икемділікті арттыру, жеке қызығушылықтары мен қабілеттерін түсіну. Жауапкершілік сезімі, болашақ үшін жауапкершілікті сезіну және оны қалыптастыру. Мақсат қою және жоспарлау, өз білім алу жолын саналы түрде таңдау және мақсаттарға жету. Өз жобамды қорытындылай келсем, болашақ мектеп жобасы оқушылардың жан-жақты дамуына, кәсіби бағдарлануына және өз болашағын саналы жоспарлауына жол ашады. Бұл жоба білім мен тәрбие интеграциясының жаңа үлгісі, еліміздің болашағын қалыптастыруға бағытталған маңызды бастама. Білім болашақтың кілті, тәрбие өмірдің сәні. Назарларыңызға рахмет.